Тігінші туралы әңгіме. Шың Машын қаласында бір тігінші болушы еді. Ол бір жарқылдап күліп, ойнап, көпті өзіне дос тұтатын сері жігіт еді. Бір күні қатынын ертіп базарға шықты. Базарда белі бүкір бір құныс адам тұрыпты. Бойы бір қарыс, сақалы екі қарыс. Оның сыртқы пішінін көріп, жұрт шек-сілесі қатып күліседі. Тігінші оның түр-тұрпатына тамаша қылып, үйіне апарып сөйлесіп, күлгісі келді. Бүкірді үйіне шақырды. Оны қабыл алып, бүкір еріп жүрді. Оған бергелі базардан қуырған балық, түрлі жемістер алды. Үйіне келіп, қатынымен бүкір үшеуі тамақ жегелі отырды. Бүкір бір кесек балықты аузына салды да, бір қылқан тамағына қадалды. Қанша қақырынып қозғайын десе де қозғалмайды. Қадалған сүйек нығызданып, қадалған үстіне қадала берді. Өзінің бүкір белі онан сайын бүктеліп, басын ішіне алған кірпішешендей бүктелді де қалды, байғұс. Әңгіме осыған жеткенде, жат Шахрезада, қалғанын ертең айтарсың, деді патша.